Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді ораманнан дайындайтын боламыз. Өте тез дайындалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен тесто дайындайтын боламыз. Бізге міндетті түрде салқын су қажет. Суымызға тұзымызды салып, толықтай тұзымызды ертіп аламыз. Содан соң бір жұмыртқамызды қосып, тағы да толықтай араластырып, осылай жұмыртқамызды ертіп алатын боламыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Енді ұнымызды илектен өткізіп, осылай салатын боламыз. Аз-аздан қосып, қанша ұн алады, сонша қосасыздар. Тым қатты немесе тым жұмсақ болуы емес, орташа болу қажет. Осылай тестамызды екіге бөліп дайындап қойдым. Біраз ұйуын қандырып қойып қоятын боламыз. Оға дейін начинкасын дайындаймыз. Бізге фарш және де картоп, пияз қажет. Осылай барлығы майда етіп турайсыздар. Пиязымызды осылай бірнеше бөлшектерге бөліп, майда етіп тураймыз. Сонда біздің қамырымыз жыртылмай әдемі шығатын болады. Енді барлығын бір ыдысқа салатын боламыз. Фарш, картоп және де пиязымызды. Қалауларыңыз бойынша сәбіз қоссаңыздар да болады. Мен кішкене укроп қостым. Укроппен де өте дәмді шығады. Укропымызды салып, енді дәмдеуіштерімізді салатын боламыз. Ең алдымен тұзымызды қосып, өздеріңізге ұнаған приправаларыңызды қоса берсеңіздер болады. Мен мантыға арналған приправа қостым. Қара бұрыш, қызыл бұрыш салсаңыздар да болады. Өте дәмді шығады. Барлығын осылай толықтай араластырып алатын боламыз. Пиязымызды кішкене осылай мұжып аламыз. Тестамызды осылай өте жұқа етіп жаясыздар, сонда өте дәмді шығатын болады. Пісте майымызды осылай толықтай барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Начинкамызды салып, осылай барлық шетіне жеткізіп саласыздар. Осылай салып, барлығын басып шығатын боламыз. Осылай дайын болды. Енді орайтын боламыз. Осылай әр ораған сайын май жағып шығатын боламыз пісте майымызды. Сонда арасы жабыспай өте дәмді шығатын болады. Мантоваркада 45 минут пісіресіздер, өте дәмді шығады. Ең бетіне де осылай майды жағып, осылай бөліп, мантоваркамызға салатын боламыз. Осылай бізде пісіп шықты, өте дәмді шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаларыңызға ас болсын. Осылай бірнеше бөлшектерге бөліп ұсынамыз.